қоғам қайраткері, ұлттық әдебиеттің негізін қалаушылардың бірі Ілияс Жансүгіров. Оның «Құлагер» атты поэмасы қазақ әдебиетінің ең көрнекті шығармаларының бірі. Поэмада аты-аңызға айналған жүйрік құлагердің қайғылы тағдыры арқылы әділетсіздік, зұлымдық пен күншілдіктің кесірінен болатын қайғылы қасірет суреттеледі. Жөнелді түтіндеп мың зат, шаң кетті көкке шапшып сапырылған. Көргенде көз ұшында келе жатқан, қараны қояма көз күн түн баққан. Жасаурап екі көзі тұра алмады, құласын құлдыраған танып ақан. Құлагер – еркіндік пен батырлықтың символы. Сап етіп бірден кеп ұрынды. Бері бер балам, бері шылбырыңды. Жанасып құлагерге қалғанында, сақ етіп ай балтасы құлан ұрды. Шапшыпқан шекесінен шыр айналды. Сылқ етіп құлагер ат құлап қалды. Білген жоқ не болған, ес қалған жоқ, тек бала жерге доптай домаланды. Құлагер, қош-қош атым жолдасымай, мен білдім түнесемде тұрмасыңдай. Тегізбей топыраққа жоғарылып, сақтармын өле-өлгенше қу басыңдай. Лағынет оқыдан мен өткен күнге, сол сұмдық қырда енді болмасын деп. Серінің атын асқақтататын ең әуелі таланты, екіншісі құлагер еді. Ол астындағы атын бейне бір туған баласындай бөбектейді. Ақын құлагердің өліміне қиналып, оны жоқтайды. Даланың кеңдігіне қарап, жалғыздықты сезінеді. Құлагердің өлімі адамның тағдыры мен ұмтылыстарының белгісі.